Hello everybody. Барлықтарыңызға сәлем. How are you? Қалдарыңыз қалай? Менімен бірге ағылшынды жақсы үйреніп жатырсың ба? Керемет, мен сондай сен үшін қуаныштымын. Енді әр мұғалімге сабақты оқыған әр оқушы әрине ұнайды. Сондықтан да мен сен үшін қуаныштымын. Енді бүгін түстерді қайталаймыз. Өте қызықты, оңай сабақ болайын деп тұр. Қызықты несімен қызықты? Өйткені біз бүгін бинго деген ойынды ойнамақпыз. Жарай ма? Бинго ойынын ойнайды тек қана түстерді жаттаған бала. Сен жаттадың ба? Керемет жаттасаң. Мен сен үшін өте қуаныштымын. Енді бірінші бинго ойынын бастамас бұрын мен сенімен түстерді қайталап сұрап алайын. Неге десең, ол түстерді білмей қалсаң, бір жерінен шатасып қалсаң, бинго ойнай алмай қалуың да мүмкінсің. Сондықтан да кеттік, түстерді қайталаймыз. What color is it? Yes, it's red. And this next, what color is it? It's a lovely and a favorite color of boy. Ұлдардың сүйікті түсі ол бізде blue. Okay. The next one, what color is it? It's yellow. Дұрыс айтасың. Және the next. And this, ал мынау ше? Green. Very good. Және соңғы екі түс бізде purple. Жарайсың. И соңғысы orange. Керемет. Жарайсың. Good. Окей. Ал енді бинго ойынын ойнауға дайынсың ба? Кітабыңның 11-ші бетін аша қойшы. Сол жерде сенде бинго, color bingo деген ойын тұр. Мен соны қазір осы экранда көрсетемін саған. Сен менімен бірге ойнайсың. Ойнамас бұрын бұның шартын түсіндіріп кетейін. Сен қазір түрлі түсті қарындашты алда, төрт түрлі төрт бұрышты дәптеріңе сызып ал. Сосын сол төрт бұрышты төрт түрлі түске бояп, өзің қалаған түсіңе боя. Бірақ төрт түрлі біз өткен 6 түстің төртеуі болу керек, е? Ол мүмкін қызыл, жасыл болу мүмкін, көк пен purple болу мүмкін, е? Red, purple, orange, yellow. Өзің кез келген түстермен бояп шық. Түсінікті ғой, е? Содан кейін бар, мен жасырам. Ал саған бірнеше минут берем, дайындалып ал. Ал, дайынсың ба? Are you ready? Дайын болсаң, экранға назар аудара ғой. Окей, балақай, бинго ойынын бастайық. Мен қазір мына жерде 4 қорапшада 4 түрлі түс жасырынған. Сен өзің бояп біттің ба? Бояп бітсең, онда 4 түсің, қазір 4 осы қорапшаға сәйкес келсе, сен жеңіске жетесің деген сөз. Ал кәнекей, бірінші қорапшамызда қандай түс жасырынған? What color is it? How do you think? Я, қандай түс екен көрейік? Yellow. Вау! Сенде сары түс бар ма? Барласа, сен жақын қалдың жеңіске. Келесі түс бізде қандай түс деп ойлайсың? How do you think? What color is it? It's blue. Көк түс екен. Егер де екі түс сәйкес келсе, сен жеңіске тағы бір қадам жақындадың. Келесі түс қандай? What color is it? How do you think? Қалай ойлайсың? Та-да-да-дам! Yes, red. Қызыл түс, я? Енді соңғы түс. Жасыл. О, керемет, good. Егер де сенде осындай сары, көк, қызыл, жасыл түс сәйкес келген болса, онда сен жеңімпазсың, құттықтаймын.
Okay, very good. Егер де 4 түрлі түстің, 4-еуі де сен менің бингодағы түсіммен, сенің бояған түсің сәйкес келген болса, сен жеңімпазсың, құттықтаймын. Енді осы бингода ұтып алған 4 түрлі түсіңді маған айтып берші. Қандай 4 түс көріп тұрсың? Yes, red, blue, yellow, және соңғысы ұмытып тұрмын, есіме түсіріп жіберші. Ой, рахмет, green, дұрыс айтасың. Бүгін біз мынандай сөзді, жаңа сөзді үйренейік. My favorite color is деген сөзді. Кәне, менің артынан қайталап отырып жаттап алшы. My favorite color is. Тағы да менімен қайтала, асықпай отырып қайтала, сосын тез айтатын боламыз. My favorite color is. Енді сәл тезірек айтайық. My favorite color is. Тағы да тезірек. My favorite color is. Тағы да тезірек. My favorite color is. Менің сүйікті түсім ол қызыл деп айтсаң, my favorite color is red. Егерде көк болса, my favorite color is blue деп айтамыз. Жарай ма? Бүгінгі осы сөзді міндетті түрде жаттап ал, және оны басқа бір өзіңнің кез келген адамға айтып берсең болады. Менің сүйікті түсім көк деген сияқты. Жарай ма? Келесте осы сөзді міндетті түрде сізден сұрайтын боламын. Окей? Енді өзіңнің activity book'ыңның 23-ші бетін аша қой. 23-ші бетте міне мынандай тапсырманы көріп тұрсың, иә? Бұл тапсырмада келесі түстің қандай екенін сен табуың керек. Мысалға, біріншісін қарай қойшы. Көп деген түрлі түсті дөңгелектер тұр. Сол дөңгелектердің түстерін атайық. Кәне менімен бірге. Red, blue, red, blue. Бірінші қыздардың сүйікті түсі red, одан кейін ұлдың сүйікті түсі blue, қайтадан қыздардың сүйікті түсі red, қайтадан ұлдардың түсі blue. Келесі кімдікі болу керек енді? Кезек келіп тұрса. Әрине, red, blue, red, blue, red, blue. Яғни боялмаған екі дөңгелекті көріп тұрсың ба? Яғни біріншісін соны redге бояуың керек, екіншісін blueға бояуың керек. Бояп ал, кәне. Содан кейін енді қалған түрлі түстерді мен саған үйден бояуға кеңес беремін. Я, үйден әдемілеп отырып, сыртына шығармай отырып, осы біздің тапсырмада берілген түстерді боя. Және астында color and say деген 5-ші тапсырма беріп тұр. Көріп тұрсың ба? Ол жерде бүгінгі біздің өткен сөзіміз тұр. My favorite color is. Жұлдызшаның қасында. Көріп тұрсың ба? Соны өзіңнің сүйікті түсіңмен бастырып жазып шық. My деп favorite color is. Одан кейін жұлдызшаны өзіңнің сүйікті түсің қандай? Сол түске бояй қой. Жарай ма? Келесі сабақта кезіккенше біз бүгін керемет бинго ұттың, тағы да сенің жеңісіңмен құттықтаймын. Ал егер жеңе алмай қалған болсаң, міндетті түрде келесі жолы тағы да бір ойнайтын боламыз. Жарай ма? Кеттік ендеше, келесі сабақта кездескенше. Goodbye!